Ассалаумағалейкум, қалың жұртым, қазағым, кең байтақты еленген бауырларым. Мынау Қазақстанда басталып жатқан ішімдікке қарсы ақ дастархан акциясына қосыла отырып, бір жұртыма үндеу тастағым келіп отыр. Арақ бүкіл жамандықтың кілті екенін анық білесіздер бәрілеріңіз. Құранда да жазылған, Алла тағала бізге айтып, ескертіп жазған аяттары бар. Қадірменді ағайын, дастархандарымызды адалдап, дастарханымызды кең екенін білесіздер. Тойды жасаған қазақтар әр заманда кереметтей адал астарыменен, оның үстінде қайнаған етіменен, қымыз шуатыменен көріп тығып 30 күн ойын, 40 күн тойын жасай білген кезінде. Ал ендігі кезде біз тойларды осы ішімдікпенен, арақпенен қарамдап жатқанымыз бәрімізге белгілі. Қазақта бір әдемі мақал бар: бала әкеге қарап өседі дейді. Той үстінде тұрып, жаңағы рюмкаға, бокалдарға арақ құйып, шампан құйып, тағы да басқасын құйып, бір-біріне соғыстырып, шықылдатып ішіп жатсақ, ертең балалар да су құйып алып, стақанға бір-біріне жаңағы стақандарын соғыстырып, арақ құсатып ішіп жататынын өздеріңіз көздеріңізде көріп жүр. Сол себептен де бұл акция мынау дастарханымызды адалдау үшін ақ дастархан деп аталады. Ақ дегеннің өзі дұрыс түсініңіздер. Ақпен басталады. Алла тағала бізге ақ ішіңдер деген. Сол ақ іш дегеніңіз сүт, қымыз, шұбат, жаңағы ақтан келетін дүниелер, құрт майларымыз бар дегендей. Сол ақ деген сөзді дұрыс түсінбей, ағарға ішіп кетіп жүрген заманым болды. Енді бұны тоқтатайық ағайын. Мынау аталарға үндеу тастап отырмын. Аталар деген дұрыс түсініңіздер мені. 40 жаста адам баласы ата болады. 20-да балаң үйленсе, өзің 20-да үйленсең, мінеке 40-та ата боласың, келін түсіресің, немере сүйесің. 60-65-те арғата боласың, 80-85-те баба боласың. Қазіргі уақыттарда менде бір мақалым шығып кетті. Батал ақсақалдар жоқ, бакалды ақсақалдар толып кетті. Сол ақсақалдар түзейік бір-бірімізді. Артымыздан келе жатырған үрім бұтақты тура жолға салайық, қадірменді ағайын. Әйтпесе өзіміз азаппыз, өзіміз қазақпыз. Егерде осы ішімдікпен жүре беретін болсақ, уланып, анау солтүстіктегі жаңағы біздің ағайындар бар, чуваштар, чукшалар, солар сияқты Иванов, Петров, Сидоров болып, ішкеніміз арақ, тұқымымыз жойылып кетуі мүмкін. Міне сондықтан сақ болайық, қадірменді ағайын, туыстарым, менің ішімнен шығып жатқан жан айқайым. Дастарханымызды адалдайық, ақ дастархан жасасын, қазақ жасасын. Алла тағала арақсыз өмір сүруге нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, жақсы заман болсын. Харамнан алыстап, адалға жақындап, үрім бұтағымыз біздерге адал болып, мәңгілік елдің мәңгілік азаматтары бола берейік. Аллаху акбар.